біз енді осы 11-ші сабақтың соңғы диалогы. Не是中国人吗? Не是中国人吗? Сен де Қытай елі адамсың ба? Так. 他是中国人吗? 他是中国人吗? 是。你也是中国人吗? 你也是中国人吗? 不是，我是韩国人。不是，我是韩国人。对不起，对不起，没什么，没什么。他是中国人吗? ол Қытай елі адам ма? 是。你也是中国人吗? сен де Қытай елі адамсың ба? 不是，我是韩国人。жоқ, мен Корей елінің адаммын. 对不起, кешіріңіз, 没什么, ештеңе етпейді. Не бұл 11-ші сабақтың соңғы диалогы. Мысалы, 他是中国人吗? 是。你也是中国人吗? 不是，我是韩国人。对不起，没什么。бір кішігірім адамдар арасындағы кішігірім таныстық болып табылады. Мысалы, 他是中国人吗? ол Қытай елінің адамы ма? 是。你也是中国人吗? сен де Қытай елінің адамсың ба? 不是，我是韩国人。жоқ, мен Корей елінің адаммын. 对不起, кешіріңіз, 没什么, ештеңе етпейді. Не бұл 11-ші сабақтың соңғы диалогы. Былайша айтқан кезде 11-ші сабақтың жеке сөздері и диалогтары негізінен толық берілді. И қосымша және бір жерде бір кісінің аттары тұр екен. Мен сіздерге қазір осыған жалғастырып кісінің аттарын жазып кетейін. Бір-екі шетел кісілерінің атымен Қытай елінің адамдарының аттары екен. Кішкене не болмау үшін, мысалы бағана ішіне ма деген сөз тұрды. Ма жаушу деген сияқты. Ма дегеніміз фамилия. Ма фамилия. Бұл ма фамилия болып табылады. Келесі Тянфан деген кісінің аты тұрды. Тянфан бұл Қытай азаматтарының аты. Тянфан, Тян, Поля дегендегі Тянфан. Хың, Шу, Тян. Хың, Пе, Вангу. Бұл Тянфан кісінің аты. Бұл Қытай елінің азаматының аты. Жедегі ма деген тоже Қытай кісілерінің фамилиясы. Ма фамилия. Мысалы, бағана ішінде Ван деген фамилия жүрді. Мынандай Ван біз оқып кеткенбіз бұл фамилияны. Ван фамилия. Сосын кейін Лолан деген кісінің аты. Лолан. Шу Хыңжы, Шу. Хың. Пе, кішкентай. Вангу. Лан. Пе, на. Хың. Лолан бұл кісінің аты. Айдыхуа дейді. Айдыхуа дегеніміз Эдвард екен. Тоже кісі бұл Роланд, Лолан дегеніміз Роланд. Бұл шетел, басқа Европа елінің адамы. Айдыхуа. Айдыхуа дегеніміз Эдвард. Бұл да Европа елінің адамы. Дыго дегендегі ды. Хуа, Чоңхуа дегендегі хуа. Айдыхуа, ай, пе, ден, пе, хыңгу. Жедегі мына ай деген сөзіміз қазақ тілінде сүйіспеншілік, махаббатты білдіреді. Жақсы көру, сүю деген мағынаны білдіреді. Ай.
юдың арт жағы, иә? Хыңеу дегендегі ю, астыңғы жағы, иә? Д дегенді білеміз. Д, Го деп оқыдық қой. Германия, иә? Хуа дегеніміз. Нейдің алдын жазамыз, жағында чи, астында шы. Бұл Чоңхуа деген, иә? Мысалы, Чоңхуа Жэмин, Қытай Халық Республикасы деген, иә? Сонда қолданылады. Айдахуа, Эдвард, иә? Міне бұл біздің осы 11-ші сабақта берілген бірнеше кісінің аттары екен. Негізі осы бір-екі кітапта негізінен кісінің аттары түгел осы бірнеше кісінің аттары қолданылады, иә? Просто енді бұны біз жай өзіміз біліп қойсақ болды. Кісінің аттары қалай айтылады екен? Мысалы, ол мысалы аударылмайды. Иә, ол еш уақытта мысалы Айдахуа, Эдвард, Роланд, иә? Тенфаң деген ол енді вообще Қытай азаматтардың аты, мысалы ма фамилия, бұл өзгермейді. Мысалы адамның аты, мысалы менің өзімді атымды айтсам, мысалы Назигул болады, мысалы Назикули, ол еш уақытта аударылмайды, тек Қытай тілінде ғана иероглифтермен, мысалы Назикули, Назигул, иә, солай айтылады. Сондықтан Қытай тілінде кісінің адамның аттары еш уақытта аударылмайды, тек қана соған бейімделіп жазылады. Бұл осы біздің бірнеше сабақта кездесетін кісінің аттары. Бізде міне 11-ші сабақтың диалогы и сөздері негізінен толығымен аяқтады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Ұнап жатса лайк басып қойыңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Келесі сағатта енді біз ары қарай кітап бойынша